Әйел мұңы. Ол 20 жыл бір шаңырақ астында тұрған әйелін жек көреді. Осы 20 жыл ішінде әйелі күндіз де, түнде де, қуанғанда да, мұңайған кезде де жанында болды. Тек соңғы жылдары сол әйелінің әр іс-қимылы, отырғаны, жүргені, қалай күлгені, сөйлегені, бәрі жынына тиетін болып жүр. Әйелі оянғанда қолын жоғары созып, «Сәлем жаным, бүгін күніміз сәттілікке толы болсын» дейтін әдеті бар. Бұрын бұл қылығына сүйсіне қараса, қазір жіңішке қолдарына ұйқыдан енді оянған бет жүзіне жиіркене қарады. Әйелі төсектен тұрып, терезеге жақындады. Алысқа ойлана көз салып қарап тұрды да, үстіндегі жібек халатын шешіп, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Бұл жаңадан үйленген жылдары әйелінің жалаңаш тәніне сондай құштарлықпен қарайтын. Жоқ, әйелінің дене пішімі қазір де өзгермеген, өзгерген тек күйеуінің көз қарасы. Осыншалықты жек көретіндей әйелі не жазды екен? Ол күйеуінің жеңіл жүрістерінің бәрін білетін, тіпті 3 жылдан бері бір жас қызбен кездесіп жүргенінен де хабардар. Күйеуінің себепсіз айқайлап, ұрыс шығаратынын, өзіне әйелі ретінде қарамай, қасына неше жылдан бері жоламай, теріс қарап жататынын да, қызықты шеттен, жас иістен іздейтінін де жақсы білді. Оны кешірді. Себебі ол күйеуін қатты сүйді. Ол болмаса өмір сүре алмасын білді. Бұл аздай, жақында ол қатерлі дертке шалдыққанын білді. Арты жаман ауру күн сайын жанын жегідей жеп барады. Ал бір күні мүлде жеңіп тынатынын іштей сезеді. Айтып келмейтін ауру жайлы ол бәріне жайып салғысы келді. Неге бұл ғана азап шегуі тиіс? Жақын арада өмірмен қоштасатынын білсін бәрі. Соңғы күнде қасынан табылсын, барлық тілегін орындауға тырыссын. Әрине, бұл айтуға ғана жеңіл. Оның жалғыз қалғанда шеккен азабын сөзбен айтып жеткізу оңай емес. Ол өмірдің сондай тәтті екенін анық түсінді. Қоштасқысы келмеді. Соңғы 2-3 айда 100 жасқа қартайып кеткендей өмірге басқаша қарайтын болды. Ақыры мың ойланып, мың толғанып, сырқаты жайлы ешкімге жақ ашпайтын боп шешті. Күйеуі әдеттегідей көңілдесінің үйіне келді. Өз үйіндей қоңырқа емес, бұл жерде бір жылылық бар. Көңілдесімен кездесіп жүргеніне 3 жылдан асыпты. Бұл жас қызға деген құштарлық сезім мұны соқыр етті. Көңілдесін қатты қызғанатын, себепсіз ұрыс шығаратын, ал әйелмен болған сәтте сол жас көңілдесінің құлындай аппақ денесін аңсап жататын. Міне қазір де көңілдесінің ыстық құшағында. Сөйтті де дереу орнынан атып тұрып, әйеліммен ажырасамын, деді. Иә, осы дұрыс, нүкте қойған жөн. Сонда үшеуі де қиналмайды. Бұл әйелін сүймек түгілі иттің етінен жек көреді емес пе? Ал мына үйде рахат, жаңа өмір бастайды. Бақытты ғұмыр кешеді. Бұл өзі кезінде әйелін сүйіп қосылып беді? Танысқан кезде әйеліне деген сезімі қандай болып еді? Есіне түсіргісі келді, түспеді. Әйелін танысқан сәттен-ақ ұнатпаған сияқты, тіпті сол кезде-ақ жек көрген тәрізді көрінді. Сөйтті де портмонесіндегі әйелінің суретін алып, ұсақтап жыртып тастады. Үйленгендеріне 20 жыл толған мерейтойларын екеуі мейрамханада атап өтеміз деп келіскен еді. Әйелі келіскен жерге бірінші келді. Күйеуі кездесуге бармас бұрын ажырасуға керекті құжаттарды алу үшін үйіне соқты. Жын соққан адамдай жатын бөлмеге аяғын шешпестен кіріп, ашулана шкафтың ішін ақтара берді. Бір мезгілде тартпалардың бірінен ашылмайтындай етіп, желімделген көк папканы байқап қалады. Бұрын бұл папканы көрмепті. Жерге жайлана отырып, ақырын папканың шетін ашты. Не де болса ішінде көңілдесі екеуіне қатысты дүние бар шығар деп ойлады. Мүмкін жасырын түсірілген суреттері бар болар. Кім білсін?
Бірақ мүлде олай болмады. Папканың іші сараптама қорытындылары мен дәрігерлер берген анықтамаларға толы болды. Анықтамалардың бәрінде әйелінің аты жөні жазылған екен. Мұның үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей қалшылдап қоя берді. Иә, ол сырқат. Дереу интернетті қосып Гуглға сараптама қорытындысында жазылған ауру атауын жазды. Интернетте бұл ауруға шалдыққан адам 6-18 айдың ішінде көз жұмады деген қорқынышты жазу шыға берді. Ол жанталаса ең алғашқы сараптама қорытындысы шыққан күнді қарады. 6 ай өтіпті содан бері. Мәссаған, әрі қарай не болғаны есінде жоқ. Тек 6-18 ай деген екі сан көз алдынан кетпей қойды. Ол күйеуін 1 сағат күтті. Ол келмеді. Телефонға жауап бермеді. Кофенің ақшасын төлеп, күздің қара суығында жаяу аяңдап келеді. Өмірге жаңа келген сәбидей жан-жағына асықпай қарады. Түнгі қала қандай әдемі. Көшеде кетіп бара жатқан адамның бәрі бақытты бұл үшін. Себебі олардың бар өмірі алда. Ал бұл сондай аты жаман ауруды күйеуінен, туғандарынан, құрбыларынан жасырып қалды. Мұны ойлап азап шеккендерін қаламады. Дәл қазір ол алғаш рет өз-өзін аяды. Үзілейін деп тұрған түймедей атылды. Жерге отыра қалып ағыл-тегіл жылады. Өмір не деген әділетсіз еді. Ол өзін қоярға жер таппай, бөлме ішінде әрлі-берлі жүрді де қойды. Дәл қазір әйелін қатты сүйетінін түсінді. Енді ол болмаса қалай өмір сүрмек? Бір көргеннен оған ғашық болды. Осы 20 жыл бойы сүйіп келді. Сол 20 жыл өтпегендей көрінеді. Бақыт, жастық шақ, өмір, бәрі алда деп ойлайтын. 24 сағат әйелінің қасында болды. Бірге дүкен аралайтын, бірге қыдыратын, оны ренжітпейтін, ренжітсе артынан кешірім сұрайтын. Егер дәл қазір біреу келіп, «Әй, кеше ғана әйеліңді жек көріп ажырасуды армандап отыр едің ғой» десе, бұл «Жап аузыңды, мен есалаң болған екем» деп жауап берер еді. Әйелі өмірмен қоштасқысы келмеді. Күйеуі ұйықтап қалғасын түнімен көз ілмей жылап шығатын. Бірақ күйеуі бәрін біліп жатты. Іштей бірге жылап жатты. Бұл өмірдегі ең ауыр жаза, жүрегіңнің соғуы қай күні тоқтайтынын білуің шығар. Ол әйелінің ақты демі таусылғанша өмір сүру үшін қалай күрескенін бар жан-тәнімен сезді. Әйелі 2 айдан соң көз жұмды. Жарын жер қойнына тапсырғанда айқайлап жылады. Бірақ жылағаннан әйелі қайта тіріліп келмейтінін белгілі. Бір күнде 1000 жылға қартайып кеткендей. Үйге келген соң әйелінің жастығының астынан хат тауып алды. Үйдегі үрдіс. Жаңа жыл түнінде екеуі арман тілегін қағазға жазып, бастарына жастанып жататын. Әйелі биыл жазған хатта «Күйеуіммен өмірімнің соңына дейін бақытты ғұмыр кешу» деп тілек жазыпты. Жаңа жыл түнінде айтқан тілектің орындалатынына екеуі сенетін. Сол рас сияқты. Өзгемен әуей болып жүрген бұл дәл осы жылы басымның бос болғанын қалаймын. Әйелімнен құтылсам екен тез, деп жазды емес пе? Екеуінің де тілегі қабыл болды. Күлді, өкіріп жылады, сөйтті де қолындағы хатты ұсақтап жырта берді. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, лүпіл басып, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.